Тағдыр өмірден алынған оқиға. Осыдан 10 жылдан аса уақыт бұрын күйеуімнен айырылып қалдым. Жасы небәрі 27-де еді. Жаны жайсаң, ақ көңіл, жігіттің сұлтаны Сержанымды жанымнан артық көрдім. Әлі де жақсы көредім. Үйленгенімізге бар жоғы 3-ақ жыл болғанда құрылыс алаңында биіктен құлап кетті. Таңертеңгісін кетерде екеуміз түстен кейін бір жаққа барамыз деп келістік. Сержан, мен түске дейін боламын жұмыста, сен сол жерге кел, мен сұранып көремін дегенде, бұл оның соңғы сөз екенін білсемші. Уағдаласқандай түске таман құрылыс жүріп жатқан жерге келсем, жұрт азан-қазан. Жедел жәрдем тұр, барлық жұмысшылар бір жерге үймелеп қалыпты. Жақындап қалып едім, мені танитындардың бірі маған үрке қараса, енді бірі Жазира бұл маңға жоламашы, келмеші деп шуласып, маған жармасып жатты. Жүрегім аузыма тығылды. Бір нәрсе болғанын сездім әрине. Оларды тыңдаймын ба, қаумалап жұртты бұзып жарып, дәрігерлер тұрған жерге жетіп келсем, Сержаным ес-түссіз жерде жатыр. Басым айналып, көзім қарауытып, талықсып кеттім. Сержанның бет-аузының сау жері қалмапты. Сонымен не керек, жерледік. Сүйегін ауылға алып бардық. Жыламаған ауыл адамы қалмады. Өйткені ол сондай ғажап жан еді. Бұл жөнінде теледидардан айтқан негізі. Кейін естідім. Жедел жәрдем келгенге дейін ол тірі жатыпты. Тіпті дәрігерлерге мен өлмеймін ғой я депті. Оны естіген дәрігерлер бүкіл денесі, барлық ағзасы осынша қатты зақымданғанына қарамастан, оның біз келгенше тірі жатқаны, оның өмірге соншалық құштар болғаны ғой деп аң-таң болыпты. Сержан қайтыс болғанға дейін менің туған бауырымның 17 жастағы үлкен баласы үйленуге дайындалып жатқан еді. Кездейсоқтық па білмеймін, ағам мен жеңгемнің ұлдарының үйлену тойын жасайтын уақыт Сержанның 40-ын беретін күнмен тұспа-тұс келді. Анығын айтқанда арасы бір-ақ күн. Сөйтіп, біз мына жақта қан жылап, Сержанның 40-ын дайындалып жатқанда, ағам қала орталығында дүрілдетіп той жасады. Оның алдында мен ағама: сен менің туған бауырымсың. Сержан қартайып тұрған жоқ, әлі тым жас еді ғой. Өзің білесің, ол сені қатты құрмет тұтты. Сен енді оның әруағын сыйла. Жұрт түсінеді, тіпті қолдайды. Бәріне хабарласып, тойды тым құрғанда бір айға кейінге қалдыр. Жеңгеме айт, көндір оны, дедім жылап тұрып. Ағамның сондағы бар айтқаны мынау болды: менің қолымда не тұр дейсің? Жарайды, жеңгеңе айтайын, бірақ ол көнсе, мінезін білесің ғой. Өмірімде бірінші рет ағама дауыс көтердім. Оның осыншалықты ынжықтығына жыным келді. Жеңгем сөзінде тұрды, той жасалды. Мен Сержанның туған туысқандарынан қатты ұялдым. Кірерге тесік таппадым. Өзім күйеуімді жоқтап еңіреп отырған маған біреулер ағам мен жеңгемнің істегендерін бетіме басқанда, Сержанның соңынан өліп қалғым келді. Рас, сол сәтте ондай ойлар болды менде. Бірақ 2 жастағы ұлымды қайтпекпін. Қысқасы, зығырданым қайнап отырып, менің көргенімді сендердің бастарыңа берсін деп салдым ағам мен жеңгеме. Алайда менің бұл айтқаным біреуге қарғыс болып тиеді-ау деп еш ойламаппын. Сержан өлгеннен кейін арада 3-4 жыл өткенде мен ағам мен жеңгемді кешіріп, бұрынғыдай араласып кеткен едік. Үйленген інімді негізі жақсы көруші едім. Дүниеге келгенде кәдімгідей қарадым ғой оған. Жөргектерін жуып, жылап қалса бесігін тербетіп ойнататынмын. Тілі былдырлап, томпан қағып, артымнан жүгіріп жүргенде жүрегім елжіреп қоя беретін. Әйелі де сондай жақсы, ибалы, алтын адам еді. Иә, еді деп өткен шақпен айтамын. Өйткені олар да қазір бұл өмірде жоқ. Арада, яғни Сержан қайтыс болғаннан кейін, топ-тура 10 жыл өткенде
Дәл сол сержан қайтыс болған қараша айында 27 жасында інім мен келінім бір күнде қайтыс болды. Жамбыл жаққа достарының тойына бара жатқанда жол апатына ұшырады. Арттарында кішкентай қыздары қалды. Міне содан бері бірнеше ай өтті. Өз-өзіме келе алар емеспін. Баяғыда былш еткізіп айта салған сөзім қарғыс болғаны ма? Егер де солай десек, менің өзімде күнәһар болғаным ғой. Менің күнәмнің жалғыз ұлыма зардабы тие ме деп қорқамын. Мұндай азаппен енді қалай өмір сүремін?